Барлығыңызға сәлем достар. Достар, сіздер көріп отырғандарыңыздай бүгін сіздер өздеріңіз көптен күткен сұрақ-жауап видеосын көріп отырсыздар. Және де бүгінгі таңда сіздер өздеріңіздің сұрақтарыңызды, ответтеріңізді аласыздар. Сондықтан видеоны міндетті түрде прям до конца көріңіздер. Достар, мен сұрақ-жауап видеосын уже бастайын деп жатырмын. Және де маған көмекке осылай Митинан телефоны керек болады, потому что осының ішіне мен өзім аккаунтыма кіріп сіздердің сұрақтарыңызға ответ беремін. Қараңыздар достар, осылай постикке Сабинка Милашка деп қазақшада алыншада терсеңіздер, осындай менде ауа шығады. Осы аккаунтқа кіріп тездетіп видеоларымды көріп лайк басып кетіңіздер, және де міндетті арнаға тіркеліп колокольчикті басыңыздар. И мына жерге записке кіріп мен сұрақтарыңызға уже ответ беремін. Мына жерге қалдырған болатынмын. Осылай видео түсіремін, сұрақтарыңызды қалдырыңыздар деп. Сол кезде менің көптеген оқырмандарым осылай қалдырған өзінің сұрақтарын. Қазір саған ответ беремін. Ал кеттік. Ол бізде Сабинка Милашка. Кешіміздер қуатым бар. Ал go достар, кеттік ендеше, давайте бірге сұрақтарға жауап берейік. Кім не қойды екен, маған өзіме қызық болып тұр, әлі толық оқыған жоқпын. Так, бірінші, давайте кеттік. Өте бір қысқа сұрақ, яғни мен неге сіздер өзіме басын айтқан болатынмын, 5 сұрақтан қойсаңыздар жетеді деп. Мен кейбірлері одан да көп қойған, либо сол 5 сұрақ, немесе кейбірлері 3-4 сұрақты қойып кеткен, оларны әйтеуір қойсаңыздар болды. Так, Алина Мадияровна деген қыз жазған. Алина, көріп отырсаң, саған рахмет. Прям нешедесін деп жазыпты. Мен өзім достар 14-темін, бұйырса осы 2 тамызда, осы жылы 15-ке толамын. Естеріңізге сақтап жүріңіздер. Және нешінші класс оқисың, 9-шы сынып оқимын, бұйырса осы жылы бітіремін 9-да. Бірақ мен 9-дан кетпеймін, 11-де қаламын. Осында біз винеткаға түсіп, уже лента алып, осында бізде шаруа болып жатыр. И соған орай достар, мен сіздерге түсіретін көп уақытым болмай кетті. Сол үшін де кешірім сұраймын. И нешінші жылғысын деп жазыпты. Мен өзім 2011-мін. 2011-лер сыйла десенді. 2011 жылғымын. Сұрағы бітті. Сұрақ екен, енді келесі сұрақ. Так, Маки Роблокс деген қыз жазыпты. Маки, очень люблю, прям рахмет. Так, ютубтан ақша табасың ба? Өте прям күшті сұрақ. Және де осы сұрақты мен қаладым қоюларыңызды, себебі бұрын менде бұндай сұрақ болған жоқ. Мен 2-3 рет уже сұрақ-жауап видеосын шығардым. Онда көбінесе сол нешінші жылғы, нешінші сынып, мынау уже табыс туралы, монетизация туралы ешқандай прям сұрақ қойылмаған болатын. Енді наконец осы күнге жеттім. Ютубта ақша табасың ба? Бұйырса, мен уже тауып жатырмын, бірақ маған тікелей ақша түспейді, себебі менде әлі $100 жиналған жоқ. Яғни ютубта жалпы заңды тәртібі бойынша менің арнам $100-ға жетуі керек. Сол кезде ғана маған жалпы $100 бұл енді теңгемен отырғанда 50 мың сондай теңге ғой. Менде әлі жеткен жоқ. Бұйырса жетсе ғана мен табыс таба аламын. Ал қазір менде әлі аз. Және келесі екінші сұрағы, ютубта $100 деген толған ба, қанша ол толған? Сен өте қатты біледі екенсің енді. Кейбіреулер білмейді, бірақ енді молодец, Маки Роблокс күшті біліп тұр екен. $100 деген бізде яғни монетизация бөлімінде тұрады кәдімгідей. Мына жаққа суретін қалдырып кетейін, қанша толғанын сіздерге көрсету үшін. Менде $1,170 толды. Бұл яғни почти 1000 теңгеге жақыны. Енді білем аз, бірақ мен кеше ғана бастадым осы табыс табуды $100-ға, соның тек қана бір кішкентай бөлігі ғана жетті. Енді бұйырса осылай $1000-ға кешірім сұраймын, $100-ға енді тезірек жету бұйырсын деп тілеймін. Сондықтан күшті тектеріңізді маған жазып кетсеңіздер болады. Так, давайте келесі. Так. Жанаргүл Шакупова 5 сұрақ қойған екен, рахмет. Прям люблю. Так, неге каналының аты Сабинка Милашка? Бұны маған ешкім қоймаған шығар әлі осы уақытқа дейін. Неге Сабинка Милашка? Білмеймін. Мен негізі өзім білесіздер ғой, атым Сабина. Сабина деп тек қойғым келмеді, либо Сабинка деп қойғым келмеді, бір үйлестіру үшін Сабинка Милашка деген ат істеді, бірақ мен бұны өзім қойған жоқпын. Яғни апам ойлап тауып берді, осындай бір ат бар, қоя салсам деген сияқты. Мен ол кезде енді баяғыдағы қойдым болады, әлі өзгерткені жоқпын. Алда уақытта менде бір новый кличка ойлап тапсам, неге сондайлар қоюым өзгертуім мүмкін, бірақ әзірге маған осы Сабинка Милашка аты ұнайды. Сіздерге де ұнай ма, комментке жазып кетіңіздер. Солай енді осындай бір Сабинка Милашка кішкене ұқсас ат. Бұрында вообще мен Сабинка Витамин
бұрында вообще мен Сабинка витаминка деген атты ойлап жүрген достар, солай қойдым ба или мен білмеймін. Ну хоть ең нормы Сабинка милашка шығар деп ойлаймын. И вот осылай қойдым енді. Келесі екінші сұрақ, бұл сенің бірінші арнаң ба? Жоқ достар, бұл менің екінші арнам. Бірінші арнамды білмейтін болса, ол жақта кішкене қателіктер менде туындады. Яғни мен 1000 оқырман жеткеннен кейін уже монетизация туралы білмегенмін. Мен өзімнің аккаунтыммен аштым. Вообще ата-анам аккаунтын ашқан жоқпын. Солай бір кішкене қателіктер болып қалды. Солай менің көңіл күйім түсіп, и 1000 оқырман жинадым. Мен ол каналымда тоже. Каналым күшті дамыды, 3000-4000 оқырмандар болды. И солай мен уже негізі табыс тапқым келді, бірақ ол аккаунтта тікелей табыс табу мүмкіндігі болмады. Солай мен көңілім түсіп екінші арна аштым. Қазір бұл мен екінші арнам. И мен қатты қуаныштымын, что бұл екінші арнамда тез 1000 оқырманға жеттім, тіпті монетизацияға жеттім және де қазір табыс тауып жатырмын. Вот. И мен қазір қатты қуаныштымын. Вот. Қазір бұл мен екінші арнам. Үшінші сұрақ, Brookhaven түсірместен бұрын не түсірдің? Естіңіздер бәлкім күлетін шығарсыздар, может позор шығар. Енді андай қалай айтсам болады. Brookhaven түсірместен бұрын, жалпы мен Brookhaven деген карта ойын бар екенше білмедім. Не екенін ше. Қазір вот сүйікті менің ойыным, көп түсіретін. Brookhaven түсірместен алды мен Toca-Boca ойын түсірдім. Toca-Boca, яғни бұл бізді білесіздер, өте танымал популярный ойын, қыздардың барлығын ойнайтыны. Сол жерде кәдімгідей үй-жайлы андай-мынандай түсіріп істедім. Вот ол кезде прям қаралымдар бірақ өте күшті зор болды. Комментарийлерде, лайктарда адамдарға қызықтыра бастады және де түсіруді қаладым. Өзіме де ұнады. Күшті енді болды. Ал оның алдында тоже мен өзімнен осылай түсіріп жүрдім. Бетімді, күнделікті өмірімді влогта и Robloxта ойнадым. Бірақ Robloxта мен андай паркурларды, сондайларды ойнаған болатынмын. Побег деген сияқты. Ал бірақ Brookhaven ойынын мүлдем ойнаған жоқпын. Содан маған бір оқырманым бар, кстати, бір комментарий жазып қалдырады бір видеомнан. Сабина, осындай Brookhaven деген ойын бар. Давайте ойнап көрсеңші, сол негізі өте популярный тоже. Көп подписчик алып келеді, давайте түсіріп көр деген сияқты. Вот сол қызды прям өте қатты рахмет етемін, потому что сол қыз болмаса менің миыма да кіріп шықпайтын еді Brookhavenде ойын барын. Вот сол Brookhaven ойнағаннан кейін уже туре менің кәдімгідей подписчигім көбейді, қаралым саны көбейді, адамдарға да ұнады жалпы. Вот солай. Келесі төртінші сұрақ. Каналың дамып жатыр ма? Я шүкір, каналым жақсы дамып жатыр, бірақ енді кейде өте аз просмотрлар болып қалады, даже 200-ге жетпей. Енді ол мен кейде настроениемді түсіреді, бірақ шүкір дамып жатыр. Жалпы 1140-тай ма сондай уже менде подписчик бар. Енді алда уақытта 2000 сірі подписчик күтемін. Давайте тездетіп жақындарыңызға, достарыңызға таратсаңыздар. Мен ардым одан сайын прям үлкейіп дамып келе жатыр. Вот. Бесінші сұрақ. Алдағы жоспарың қандай? Алдағы уақытқа жоспарым, менде жалпы мынандай жоспар бар. Бір аптада мен 3-4 видео шығарсам, кемінде 3 видео шығарсам, прям өте күшті. Мысалы, бірінші күн, үшінші күн, бесінші күн деген сияқты бір таблица қойып алып, солай шығарым келеді. Себебі мен кейде еріншектеніп, қолым тіпті босамай кетіп, бір аптада 1-2 ғана видео шығарып қоямын. И солай мен кішкене каналымнан дамып жатырғанын толық байқамаймын да. И сол үшін бір сондай бір менде жоспар бар. И сосын тездер $100 жету менің прям мақсатым. Соған қарай талпынғым келеді, көп видеолар шығарғым келеді. Мынадай обложка, монтаждаудың барлығын толық үйренгім келеді, курстарды үйренгім келеді. Кстати, негізі мен өзімнің жалпы жеке дәптерім бар, осы ютубқа арналған. Соны тоже толтырып дамытқым келеді, курстар жалпы оқығым келеді. Сондай бір жоспарларым бар енді сіздерге арналған. Ладно, бізде сұрақ бітті. Келесі Айжан деген қыз жазыпты. 6 сұрақ. О, Айжан, өте көп рахмет саған. Так жазыпты. Отбасыңызда неше адамсыз? Отбасымда менде 7 адам бар, тұрамыз. Яғни олар әжем, әкем, ағам, апам, анам, мен және менің сіңірім. Я көп білмейтін шығар, біз үйде 4 бауырмыз. Мен үйдің ортаншысым, менен кейін сіңірім бар, ал менің алдым ағам мен әпкем бар. Вот. Ал менің енді ата жоқ, тек қана әжем бар. Келесі хаусыңыз бар ма? Я достар, бізде хаус бар. Бұл бізде видео шутинг хаус, тим. Негізі көп ангел хаус болып та ауысты, былай да ауысты.
Кстати, солай қыздар менің достарым аккаунтты солай аттарын өзгертіп жатыр. Но главный менде хаус бар. И вот біздің TikTok аккаунтымызда, Instagram аккаунтымызда барлығы да бар. Сол жаққа тоже тіркеле кетіңіздер. Менде бұл хаустың атын біз өзгерттік. Trees World, яғни trees ағаштар десінде. Ағаштар әлемі бір таңғажайып әлем ғой, короче. Келесі үшіншісі видео кімдермен түсіресіз. Видео жалпы мен өзімнің достарым бар. Бұл менің негізі интернет достарым. Мен олармен шын өмірде кездесіп көрмегенмін. Бұл видео звонокта да сөйлесеміз, WhatsApp'та да жазып сөйлесеміз. Мен олармен Roblox'та таныстым. Ең бірінші 1-2 қызымен таныстым Roblox'та, кейін олар өздерінің достарын шақырды, солай барлығымыз күштетіп араласып кеттік. Яғни шортс видеоларымды көріп жатырған шығарсыздар. Прям маған деген қолдаулары өте қатты шексіз. Сабина, біз сені қолдаймыз, алға, сағымызға подписчик жіберіп жатырмыз деген күшті бір тілектері бар енді. И вот ол қыздармен өте қатты жақсы көремін. Прям аттар айта кетсем, Айғаным, Айымгүл, Іңкәр, Раяна, Сабикош, одан кейін Аяру, Нұрай. Так, сосын тағы да Айғаным деген қыздар бар. Кім қыздар бар еді? Өте көп, бірақ өте күшті қыздар олар. Сол Іңкәр, Раяна айттым ғой, Так, солай прям өте күшті қыздар. Келесі монтаж қалай жасайсыз? Монтажды мен барын өзім жасаймын, ешіре сатып алмаймын. Монтажды мен CapCut приложениесі арқылы жасаймын, кейде InShotпен, бірақ көбінесе CapCutты пайдаланамын. Бұрында вообще InShotты пайдаланғам. InShot андай некачественный видео шығарады десем айтсам болады, себебі қатты ұнаған жоқ. Ал вот CapCut прям енді өте күшті екен. Қазір мен CapCutпен монтаждаймын, барлығын өзім прям кесетін жері кесіп, музыка қоятын жерін музыка қойып, текст жасамда барлығын прям өзім жасаймын. Сіздерге ұнай ма или не очень ба? Білмеймін, өзіме қатты емес. Енді менің неме барады деп ойлаймын. Келесі, туған күніңіз қашан? Менің туған күнім достар 2 тамыз, 2 августта. Вот, бұйырса осы жылы 15-ке толамын. Сол кезде енді прям күшетіп құттықтап кетіңіздер. Келесі, соңғы сұрақ, ағаңыз бар ма? Иә, менің ағам бар. Ол қазір бірақ әскерде, армияда. Достар, жалғастыра берейік, кішкене бір стоп болып қалды ғой. И вот, айта берейін, ағам менің қазір әскерде, армияда служить жүр десінді. Бұл бізде яғни 2025-дің 3 октябрь күні, 3 қазаны күні кетті армияға, бұйырса осы жылы келеді. И тағы да бір күшті тілектерін жазып қойыңыздар, аман есен келсін деген сияқты. И вот оны өзімде қалап жүрмін. Қазір сол армияда. Келесі сұрақ бізде бітті. Келесі сұрақ енді бір ғана сұрақ қойыпты. Бір Алтайша Бегенова деген қыз. Сені сыныптастарың қолдай ма? Иә, әрине мен сыныптастарым қатты қолдайды, саған сенеміз, анау деген сияқты күшті тілектерін айтады. Прям дамый берсін деп те күшті тілектерін жазады, лайк басады, қолдайды оларда. Бірақ кейбір сыныптастарым білмейді, себебі мен олардың кейбіреулер өзі айтқан жоқпын. Ал білетіндер кәдімгідей енді күшті қолдайды, прям күнде қарайды, лайк басады, күшті достарына жібереді. Келесі бізде Айболатова деген қыздың жазған оқиық кеттік. 5 сұрақта күшет жазып кетіпті. Біріншісі бұл жас нешеде? Жаңа айтып кеткенде менің жасым 14-те. Осы жылы бұйырса 15-ке толамын. Вот. Екіншісі, видео түсіруді қашан бастадың? Мен видео түсіруді 2023 жылдың жазында бастаған болатын, сол примерно 12-13 августтарында. И ол кезде мен жай ғана осылай өзім түрмен, осы мен отырған үйге рум-турын жасаған болатынмын. Енді айтпай қояйын, прям камера ұрыс болып жатыр. Ешқандай бір монтажым жоқ, бір андай музыка қойып қоямын да, бірақ ол музыканың громкосын көбейтемін деп өзімнің дауысым жай шығып қалды да, естілмей, адамдарға вообще неудобно болған шығар. Енді ол кезде қатты сөйтпеңіздер, потому что ең бірінші бастаған кезім. И ол кезде мен қатты не істеу керегін білген де жоқпын, обложкадым жоқ, ол жерде прям музыканы қойып керемет жерін қырып тастаған шығарым. Вот сондай бір не болған. Бұл бізде 2023 жыл, уже 2 жылдай өтіп кетті бізде. Келесі, ең көп просмотр жинаған видеоң қандай? Осы өзімнің каналыма айта берейін. Бұл каналда мен ең көп просмотр жинаған 23 миллион деп болға. Давайте берсін 23 миллион деп ауасына шығып отырған. 23 мың просмотр жинаған менің бір күшті видеом бар. Сізге ұнаған болып тұр ғой ол видео. Бұл бізде 24 сағат мен Hello Kitty, ал Медина Куруми болады деген видео. Прям енді күшті видео болды. Бұл менің өзім миыма келді идея. Прям өте маған да ұнады ол видео. 24 сағат Медина Hello Kitty мен Куруми болып өмір сүрген болатынбыз.
прям өте күшті болды, 23 мың жинады. Одан кейін уже 16 мың, 14 мың, 2 мың деген сияқты қаралымдар жинады. Кейін уже 3-4 мың болып кетті ғой. Қазір енді сол бір 1000, 2 мың сондай есеп қалды. Достар, кері рейтингті активті көтеріп, дәл сондай бір просмотрға жеткізіп тастайық. Кеттік. Ал келесі, қай жақта тұрасың? Мен өзім Атырау қаласында тұрамын. Атырау мен туып өскен жерім. Ал сіздер қай қалада тұрасыздар, тоже комментария жазып кетіңіздер. Менің кейбір достарым Алматыда, Түркістан, Қызылорда деген, Таскелең деген сияқты қалаларда тұрады. Ал мен өзім осы Атырау қаласында тұрамын. Мұнайлы өлке, Атырау. Енді ең соңғы сұрақ, 1000 подписчикке қашан жеттің? Мен 1000 оқырманға осы өзімнің каналымда 5 январь, 5 қаңтар 2026 жылда жеткен болатынмын. Жалпы 2026 осылай өзінің керемет жаңалығымен мені қуантты, бөлісті ең бірінші айында, прикиньте. Солай мен ол кезде прям көрген кезде айта алмаймын, мен ана сезімді, 1000 оқырманға жеттім, уже мне монетизация болады, табыс болады деген ойлар келді. Қатты қуандым. Сіздерге тек рахмет жолдаған болатынмын записьте, қоштандай фотолар қойдым дегенде көрген болатынсыздар. Лайк басып, вот осының барлығы ең бірінші Аллахтың, одан кейін мені қолдаған жандардың, кейін сіздердің арқаларыңызда осы күшті қолдадыңыздар мені. 1000 оқырманға жалпы сол күні жеттім, и сол күні тіпті жылап та жібердім. Мен қатты қуанышта, енді өзімнің эмоциямды ұстай алмадым. Өте керемет күн болды жалпы мен үшін. Сіздерге көп рахмет. Вот достар, осымен біздің сұрағымыз аяқталды. Мен толық сіздердің қойған сұрақтарыңызға жауап бердім. Келесі екінші час, екінші бөлімді қаласаңыздар, тоже комментарийге плюс қалдырыңыздар. Я сізбен келесі тағы да сұрақ жауап видеосын шығаршы деген секілді. Меніңше сіздер өздеріңіздің қойған сұрақтарыңызды, жауаптарыңызды алдыңыздар деп ойлаймын. Толық ризасыздар деп те ойлаймын. Сіздерге де рахмет. Осылай менің сөзімді жерге қалдырмай сұрақтарыңызды қойып отырғандарыңызға. Енді келесі видеода кездескенше міндетті түрде осы видеоға лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Және де сіздермен болған мен Камилашка. Келесі видеода кездескенше. Ендеше пока-пока.